Что такое качество дейтін? Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін распаковка, чек. Сіздерге заказ берген заттарымыз осы сызғыштан басталды. Геловый сызғыш. Пиндуштан заказ бердік. Және де пенал, осындай үлкен ұлыма. Осындай қара пеналдан заказ бердік. Мата түріне, материалы өте жақсы болып келді. Бұның ішінде не бар екен? Вау, ішінде кетіргіштері салып жіберіпті. 10-нан аса кетіргіш бар екен. Өшіргіштер. Бұл мен ақ бантикке берерім. Ақ осындай резинка бантик қара түрін салып жіберіпті. Продавецпен сөйлесу керек болды. Енді бұл екінші ұлымның пеналы. Өзіне сайттан заказ беріп отырып, суретін көрсеттім. Осы ұнайды деді. Дәл осыны заказ бердік. Әдемі болып келді. Ал келесі пакетте не бар екен? Так, қара шалбар сияқты. Ажық қара көк юбка. Бұл юбканың астыңғы жағын осылай жайлап тігіп жүреді екен. Өзіміз сөгіп алдық. Жақсы сапада келді. Енді бұл қыздардың пеналы. Екі оқушығыздың пеналы өте жақсы болып келді. Әдемі. Бір қарағанда косметичка ұқсайды екен. Ал осыларды біз шетпедегі орда каргосы арқылы ар жақтан пиндуштан заказ бердік. Орда каргосы жеткізді. Енді бұл қыздарға кофтаның сыртынан киетін ақ жемпір жакет және де оранжевый қоңырлау сияқты ма? Осындай жакет. Қазіргі сезонға киетін жақсы сапада келді. Енді бұның ішінде не бар екен? Негізі мен қара көк шалбарға заказ берген болатынмын. Маған қара шалбар салып жіберіпті. Жақсы болып келді бұл да. Так, бұның ішінде не бар екен? Ақ рубашка. Бұл да жақсы болып келді. Андай мұжырылып қалмайды. Қытырлап, мұжырылып тұрады ғой бір кофталарда. Үтіктегенде одан сайын мұжырылып қалады. Мынау жақсы болып келді. Үтіктегенде нормально тұратын сияқты. Менің ең жыным келетін киім үтіктеу. Сосын киімдерді де осыған орай таңдаймын. Бұл ер балаларға арналған туфли. Екі ер балаға арналған. Екеуінде бір магазиннен заказ бердім. Біреу осындай матовый, екінші глянцевый. Глянцевый түсінде материалына заказ бердім. Енді бұлардың бағасы енді шетпеде ұжалап тұр екен. Енді пиндуштан заказ бердік. Бұны енді кигеннен кейін қалай болатынын көреміз. Екеуі де бірдей, бірақ материалы, размерлері әртүрлі. Осылай. Сіздер де заказ беріңіздер.